Здравствуйте, ребята! Если вам нравятся мои видеоуроки, подписывайтесь на мой канал. 44-й урок «Первый учитель. Алғашқы ұстаз». Ты научишься пересказывать текст по плану. Жоспар бойынша мәтіннің түсінігін айтуды үйренесің. Использовать сложные предложения с союзом «и». Күрделі сөйлемнің ішінде союз «и»ді қолдана аласың. Упражнение первое. Послушай, тыңда. Ыбырай Алтынсарин основал первую школу для казахских детей в городе Тургае. Ыбырай Алта очень хотел, чтобы казахские дети умели читать, писать. Он написал первый учебник «Казахская хрестоматия» и сочинил первые стихи, рассказы, басни для детей. Ыбырай Алтынсарин открыл учительскую школу. Он просил учителей всей душой любить школу, детей и уметь общаться с ними. Ыбырай Алтынсарин Торғай қаласындағы қазақ балаларына арналған ең алғашқы мектептің негізін қалаушы. Ыбырай ата ол қазақ балаларының жазуды, оқуды білгенін өте қатты қалады. Және ол ең алғашқы оқулықты жазды. Ол қазақ хрестоматиясы деп аталады. Және өлеңдер жазды, әңгімелер, ертегілерді қазақ балаларына арнап жазды. Ыбырай Алтынсарин мұғалімдерге арнап мектеп ашты. Және ол мұғалімдерден мектепті, балаларды жақсы көруін сұрады. Және балалармен сөйлесе алуын да сұрады. Что ты узнал про Ыбырая Алтынсарина? Ыбырай Алтынсарин туралы не білдің? Перескажи текст по плану. Мәтінді жоспар бойынша айтып шық. Школа Ыбырая Алтынсарина. Ыбырай Алтынсариннің мектебі. Первые учебники, стихи, рассказы для детей. Ең алғашқы оқулығы және өлеңдері, әңгімелері. Учительская школа, мұғалімдерге арналған мектеп. Определи тип текста, мәтіннің түрін анықта. Докажи, дәлелде. Найди в толковом словаре значение слова «основал». Негізін қалаушы деген сөздің мағынасын сөздіктен іздеп көр және тауып айтып береміз. Упражнение 2. Составь схемы модели. Схема үлгісін құра. Прочитай сложные предложения, к одному из них составь схему. Күрделі сөйлемді оқы және бір сөйлемге схема құр. Первое. Ыбырай Алтынсарин писал рассказы для маленьких детей. И дети любят их читать. Ыбырай Алтынсарин кішкентай балаларға арнап әңгімелер жазды, және балалар оны жақсы көреді. Второе. Ыбырай Алтынсарин учил детей в аулах грамоте, и ученики полюбили учебу и школу. Ыбырай Алтынсарин ауылдағы балаларға оқуды үйретеді, сауаттылыққа үйретеді. Және оқушылар содан бастап мектепті және оқуды жақсы көріп кетеді. Третье. Ыбырай Алтынсарин переводил рассказы Льва Толстого на казахский язык, и дети-казахи узнали о великом русском писателе. Ыбырай Алтынсарин Лев Толстойдың әңгімелерін қазақ тіліне аударды, және қазақ балалары орыстың ұлы жазушысы туралы білді. Скажи устно, какие предложения характеризуют Ыбырай Алтынсарина как педагога. Ауызша айтамыз, Ыбырай Алтынсаринді қай сөйлем оның нағыз ұстаз екенін көрсетіп тұр. Как писателя, жазушы екенін қай сөйлем көрсетіп тұр. Және аудармашы екенін, как переводчика, аудармашы екенін қай сөйлем көрсетіп тұр. Упражнение 3. Познакомься с информацией. Мәліметпен таныс. Рассмотри фотографию из музея Ыбырай Алтынсарина в городе Костанае. Кто изображен на ней? Расскажи. Ыбырай Алтынсариннің Қостанай қаласынан музейден алынған суретті қараймыз. Және бұл суретте кімдердің бейнесі тұр? Айтып бер. Это задание устное. Бұл ауызша тапсырма. Запомни и запиши. Есте сақтап жазып аламыз. Основал, создал. Негізін қалады.
Первую школу, алғашқы мектеп, хрестоматия, академия, переводчик, аудармашы. Для любознательных узнай, есть ли у вас в городе, селе музей, выставки, посвященные Ыбырай Алтынсарину. Посети их вместе с одноклассниками. Қызығушылық білдіретін оқушыларға өздеріңіздің қалаларыңызда немесе ауылдарыңызда Ыбырай Алтынсаринге арналған музей бар ма екен, соны біліңіздер. Және сыныптастарыңызбен бірге барып қайтыңыздар. Урок окончен. До свидания.